Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін үй жағдайында сосисканың қалай жасалу жолын үйрететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бірінші бізге бір дана қызылша, бір дана сәбіз және тауықтың төс еті керек болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жасап, қолдап кетіңіздер. Міне қызылша мен сәбізді турап болдық. Енді тауықтың төс етін турайтын боламыз. Осылайша блендерге өткізетіндей қылып ұсақтап турайтын боламыз. Менің каналым жаңадан ашылғандықтан мені қолдап кетіңіздер. Міне осылайша бәрін ұсақтап турап болдық. Енді блендерлейтін боламыз. Бұл жерде мен үйде коктейль және сок жасайтын блендер болғандықтан осыны пайдаландым. Бірақ өздеріңіз үйде блендер болса, ет тартатын блендерлеріңіз болса, сонымен ұсақтап турауларыңызға болады. Бұл жерде бәрін араластырып салып, дәмдеуіштер салатын боламыз. Міне блендерден өткізілді. Және менде пищевой пленка болмағандықтан осындай тамақтардың бетін жауып қоятын арнайы целлофандарды пайдаландым. Сіздер пищевой пленка болса, сонымен жасап, өздеріңіз жасап нығыздап жақсы орауларыңызға болады. Менде мынандай целлофан болғандықтан дұрыс оралмай жатыр. Сіздер үйде пищевоймен жақсылап орауларыңызға болады. Бұл жерде көп жұмысты қажет етті. Енді барымызша үйде бар жағдаймен жасауға тырыстық. Өздеріңіз осылайша үй жағдайында сосиска жасауға болады. Осылайша сосискалерді орап болдық. Менде 7 сосиска шықты. Осылайша енді біздің сарқылдап қайнап тұрған суымызға жақсылап салатын боламыз. Бұл деген ұзақ қайнауды қажет етпейді. Сондықтан бір әрекетте 10-15 минут қайнататын боламыз. Қайнатылған сосискалерімізді суытып, табамызға қуырамыз. Екі жағын қызартып алып қуырамыз. Міне сосискалеріміз дайын. Әртүрлі тағам түрлерін ұсынсаңыздар болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.